Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеода кәуаптың пайдасы мен зияны туралы сөз қозғамақпыз. Тағам дәмді болған сайын ол пайдалы бола түспек. Бірақ бұл кәуапқа қатысты айтылмаған секілді. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Кәуаптың қай түрі бауырға зиян? Кәуап көп тараған тағамдардың бірі. Көкке шықсақ та, көшеге шықсақ та кәуап жегіміз кеп тұрады. Бірақ кәуапты біз жақсы көргенімізбен бауыр аса жақтыра қоймайды. Себебі отқа қақталған еттің майы сыртына шығып, қышқылданып кетеді. Ал қышқылмайды бауыр сіңіре алмайды. Сондықтан кәуап жегенде барынша бауырға салмақ салмайтындай түрін жеуге тырысқанымыз абзал. Ал мамандардың айтуынша, кәуаптың зияны зиянсызын оның майлығына қарап ажыратамыз дейді. Өте майлы болса жаман, ал майы аздау болса жақсы. Мәселен, кәуаптың ішіндегі ең зияны әрине шошқа етінен жасалған түрі. Еттің 30-50%-на дейін май болады. Одан кейінгі орында құстың еті тұр. Тауық пен күрке тауық бір қарағанда диеталық ет болғанымен, оны қуырған кезде және қақтаған кезде майы сыртынан шығып, отпен бірге қышқылданып, 20% майы қышқылға айнала бастайды. Бұл бауырға жақсы емес. Ал майы аз қышқылданатын қой еті мен сиыр еті. Шамамен 16% май. Бірақ бұл жерде айтатын нәрсе тағы да еттің қақталғанына байланысты болатыны. Еттің майымен бірге ақуызына да қарау керек. Ақуыз ағзаға өте қажетті нәрлі зат. Ақуыз қой мен сиыр етінде көп болады. Қоян етінде ең көбі 20-30% ақуыздан тұрады екен. Кәуап пен кебаптың денсаулыққа зиянды тұсы. Мангалда дайындалған кәуап пен кебап адам денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Дәл осындай тұжырымға ирандық ғалымдар келіп отыр. Зерттеушілер компьютер көмегімен етті отында дайындау кезінде орын алатын процестерді модельдеген екен. Зерттеу нәтижесінде белгілі болғаны ашық отта немесе мангалда дайындалған тағам зиянды канцерогенді заттар бөліп шығарған. Ғалымдардың пікірінше бұл заттардың адам ағзасына зияны автокөліктерден бөлініп шығатын газдармен бірдей көрінеді. Сондай-ақ етті мангалда дайындау кезінде пайда болатын түтіннің кесірінен адамның ДНК жасушаларының өзгеріске, яғни мутацияға ұшырау мүмкіндігі 100 есеге дейін өскен екен. Ал бұл өз кезегінде онкологиялық ауруларға шалдықтыруға алып келмек. Одан бөлек ғалымдар отынан шыққан түтіннің құрамындағы улы заттар темекідегіден әлде қайда зиянды екенін айтып отыр. Достар, каналға тіркеліп лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің азғантай ғана болмашы әрекеттеріңіз каналдың дамуына үлкен зор ықпал етеді.